Анан карашы, ана стадионда футбол болуп атыр. Ана отулуп аткан кай команда, я? Швейцария. Кайдагы Швейцария, ол Казакстан. Енді егер Қазақстан футболдан ұтатын болса, Тайлақ, мен саған тұрмысқа шығам. Айша, мен мәңгі бәкі бойдақ болып жүргім келмейді. Онда әңгіме айтпашы маған. Айша, сен осы қай жақтансың? Семейденмін. Атанаң Семейде тұрады, Я, мамам Семейде мұғалім болып істейді. Әкем Семейдің полигонында істеген. Айтпақшы, үйдегілер бір қой беріп жіберген. Бір басын үйтіп қойдың, екінші басын не қылайын? Жоқ. Ондай. Керек емес. Бүгін мен сені мамамен таныстырып, одан да оның көңіл күйін көтерейін. Кет. Мама, қалайсыз? Жақсы. Мен сізге жақсы бір жаңалығым бар. Айша, кіре қойшы. Сәлем бердік, мама. Бақытты болайын алайын. Мынау, мен енді магазинге барып үлгермеген едім, сол мына қойдың басы сізге біреуін үйтіп қойғам, екіншісін өзіңіз үйтіп алыңызшы. Бүгін енді менің арманымның орындалған күні. Тайлағым үйленді, келдер дастарханға, келдер. Тайлақ, қалай танысқан туралы айтып отырсашы енді. Мама, мен бұл қызға бір көргеннен ғашық болдым. Көбісі айтты енді, ол қыз не істейсің, өзің не істеп жүргенін білмейді, оның болашағы жоқ, өз айтады, өзі күледі деп. Одан да басқа қыз қара деп. Ал мен ондай нәрселердің ешқайсысына ерген жоқпын. Мен сол қызбен күн сайын кездесіп тұрдым. Қыз болғасын мінез болады, кейде мұңайдым, кейде қуандым. Менің тіпті, сен қызға баратсың ғой, онда саған тиын тебеннен көмек берейік дейтін ағаларым да болған жоқ. Мама, мен осы жылы осы қызға міндетті түрде үйленуім керек. Әйтпесе, әкесі үйден шығармай халыққа көрсетпей жатыр уже. Тайлақ қумашы, кеше ғана кассада таныстық қой. Мен сен айтып жатқан жоқпын. Солғанша гүлдер көзге тоңар, ана деп ән салам. Жүрек мәңгі жүзге тола, бөбекпін мен саған. Сана, 50 миллион берім наларға. Жюри, полный алты ойналарға. Айтып тұрған мен, бибігіл төлеген. Бибігүл апамыздың дауысы қандай керемет, я? Бибігіл той дейсің ба? Мен машин істей ба? Бана бірден айтып өтіп кетті ғой. Асқытаға Тоқаеваға шақырады сізді. Документті дұрыс емес демей дейді ғой. Оян. Не істеп кеттің сен, брат? Бір емес, екі емес, не то, Ермек Серкебай. То Бибігіл төлеген не оқып кетті мынау? Не оқып кетті дейін? Микон, не айқалайсың маған сен? Мен сендерге қандай мықты видео алып келген білесіңдер ме сендер? Қандай? Қараған экранға. Тахиал Персия фильмнің 55 жылдығы